Ал енді қазір қарастыратын тақырып ол бізде alternative question. Мысалға бізде мектепте УБТ тапсырып жүрген оқушылар мүмкін байқаған шығарсыздар, иә? Тесттарыңызда типі вопросов көп келеді, солардың бірі alternative question. Бұл қандай сұрақ? Бұл немесе деген сұрақ. Любой шақта, например, сен мектепке барасың ба, әлде универге ма деген сияқты, иә? Болмаса сенің анаң жұмыс істей ма, әлде үйде отыра ма? Әлде деген сөз ғой, немесе деген сөз. Енді ол қалай жасалынады? Мына мен сызып қойған таблицамен көп жұмыс істейтін болсаңыздар және шатаспайтын болсаңыздар, сізде УБТ идеально тапсырасыздар. Именно осы тақырып бойынша мысалы, иә? Енді қараймыз. Не бірінші тұрады? Әрине көмекші етістік. Auxiliary verb көмекші етістік. Также қайталаймын. Осы шақта do, does, өткен шақта did, келер шақта will, и to be мен басқаша болады, иә? Келесі бізде noun, зат есім. Кім не сұрағына жауап береді. Одан кейін бізде verb, қимыл әрекет, список. Потом қалған сөз таптары сан есім, сын есім осында. Немесе и второй выборды осында жазасыздар. Давайте бір сөйлемді аударып көрейік. Мына жазайын. Біреуін көрсен, потом ауызша. Мысалы, сен кітап оқисың ба? Әлде жүзесің бе? Бассейнде жүзесің бе дей салайық, иә? Қайсы нені тауып аламыз? Бірінші сөйлемді қойып аламыз. Бірінші оқу деген сөз тұр. Оқу бізде read. Кім? Сен. Кітап оқисың ба? Қазіргі шақта, яғни do болады, иә? Ар қоймайсыздар ғой. Сонда do you read a book? Міне, бір сөйлемнің жартысын жаздық. Do you read a book? Сен кітап оқисың ба? То есть байқағаныңызда, міне, мына жерге дейін тура general question ғой. Потом алып бір выбор қоя саласыздар, болды, содан alternative шыға келеді. Do you read a book or қайтадан do қоймаймыз. Бассейнде жүзесің бе? Етістік қоя саламыз. Swim in the pool болады, иә? Міне, екі выбор қойдық. Міне, сен кітап оқисың ба, әлде жүзесің бе бассейнде? Міне, болды, осы называется alternative question. Так, кеттік ары қарай. Ұлға қатысты көрсетейін. Например, ол су іше ме, әлде напиток па? Деп сұрайық, иә? Мына жерде біз немен нені салыстырдық? Мына жерде біз қимыл әрекетті салыстырдық, иә? Оқисың ба, әлде жүзесің бе деп. Ал мына жерде су ішесің бе, әлде напиток па? Бұл зат есім. Бірінші, ол су іше ме деген сөзді қарастырамыз. Ішу бізде drink. Кім іше ме? Ол, he. Сөйлемде етістік бар, значит, does қоясыздар. Сонда does he drink water? Су іше ме, әлде напиток juice болады, иә? Juice. Мына жерде немен нені салыстырдым? Қимыл әрекет емес, көріп тұрғандай. Зат есімді салыстырдым. Не іше ме? Су, немесе напиток. Осылай да алсаңыздар болады. Так, ары қарай кеттік. Мысалға, мен кино көремін бе, әлде ұйықтаймын ба? Так, қалай болады? Кино көру бізде watch болады. Кім? Мен. Оның алдында do қоямыз. Сонда do I watch a film? Or не істеймін бе? Ұйықтаймын ба? Or sleep. Болды, өстіп қоя бересіздер. Давайте енді сіздермен өткен шақты қарастырайық, иә? Do, does ол түсінікті болды деймін. Өткен шақта. Тура осылай. Мысалға, жазбай қояйын, ауызша, иә? Не десек? Мысалға, сен шляпа кидің бе? Өткен шақта. Өткен шақта wear деп ала бересіздер. Кию. Кім? Сен. Өткен шақтың көмекші етістігі бізде did болады. Сонда did you wear a hat? Сен шляпа кидің бе? Өткен шақта құрадым. Немесе куртка ма? Or a coat. Міне, мен второй выборды қойдым. Немен нені салыстырдым? Шляпа мен куртка, то есть зат есімді, иә? Давайте бұлай айтайық. Ол мектепке барды ма, әлде университетке ме? Бару бізде go. Кім? Ол, he. He-дің алдында өткен шақта тоже did болады. Did he go? Направление бір жаққа барған кезде to қоямыз. Did he go to school? Мектепке барды ма? Қайда деген сұраққа жауап береді, иә? Мектепке. Немесе универге. Or to the university. University. Әлде университетке барды ма деген сөз.
біз қайда деген сұраққа жауап беретінді алдық, иә, қайда мектепке, қайда университетке деген сияқты. Міне осылай. Тағы бір сөйлемді алайық. Например, менің ата-анам кешкі ас дайындады ма? Дайындау бізде cook болады, иә, cook. Кім? Менің ата-анам, my parents. Ата-анам көпше түрінде тұр, без разницы, көпше ма, жекеше ма, барлығында бізде did болады, иә. Did my parents cook dinner? Кешкі ас жасады ма? Немесе lunch дей салайық, иә, түскі ас жасады ма? Міне, біз алдық та, міне, мына жерге дейін сіздерде general question болады. Мынаны қосасыздар, уже alternative шыға келеді, бітті. Мына уже өткен шақта. Барлығында байқап тұрғандай, барлығында қимыл әрекеттер бар, иә. Келесі сабақта етістігі жоқ сөйлемдерді қарастырамыз. Яғни етістігі жоқ болса, мына жерде to be қойылады деген сөз ғой. Келесі шақта аяқтай салайық. Мысалға, сен ертең жүгіресің бе? Жүгіру бізде қалай болды? Run. Кім? Сен. You. Келесі шақта біз will қоямыз. Сонда will you run tomorrow? Сен ертең жүгіресің бе? Or не десек? Watch TV. Әлде телевизор көресің бе? Не? Өстіп кез келген сөйлемді құрастыра бересіздер. Хишитқа көрсетейін. Мысалға, ол үйрене ме французский? Үйрену бізде learn болады. Кім? Ол. Келесі шақта will қоясыздар. Will be болмайды, потому что етістік тұр. Will he learn болады. Will he learn French? Французский үйрене ме? Әлде English? Әлде ағылшын үйрене ме? Міне осылай, осы таблицаға салып, любой alternative question'ды құрастыра берсеңіздер болады. Тағы ережесін қайталаймын. Ең негізгі ереже. Оқушылардың түсінбей жатқаны. Қандай жағдайда біз do, does, did және will қоямыз? Когда сөйлемде етістік бар болған кезде. Етістік жоқ болған кезде сіздер мынаны қоймайсыздар. Ол келесі сабақта. See ya.